Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін сіздерге осындай қыстық салат жасайтын боламыз. Сицилия салатын ең алдымен бірінші көкөністеріміздің барлығын жуып тазалап аламыз. Жуып тазалап алған соң, барлығын осылай видеодағыдай турап дайындап аламыз. Бірінші керегі мен көз мөлшермен алдым барлығын. Тәтті перісімізді 1-2 килограмдай осы ет тарқыштың көмегімен майдалап аламыз. Келесі сәбізімізді де примерно 2 килограмдай ет тарқыштың көмегімен өткізіп, қызанағымызды да ет тарқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Ащы перісімізді менде 5-6 бас ащы періс, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыз. 5-6 бас осындай сарымсағымызды турап, осындай ет тарқыштың көмегімен майдалап аламыз. Ошағымызға майымызды құйып, 2 бас пиязымызды салып қуырып, қызарғанша үстіне сәбізімізді саламыз. Оны да 10 минутта қуырып аламыз. Жақсылап қуырылып болған соң, осындай тәтті бұрышымызды салып, тағы да қуырамыз. Үстіне ащы бұрышымызды салып, қуырып аламыз. Ет тарқыштан өткізілген помидорымызды да үстіне құйып, қайнатып аламыз. Осылай тұзымызды саламыз татымына қарай. Лавр жапырағын саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Және де мен 1 бокал осындай құмшекер салам. Құмшекер салсаңыздар, дәмі өзгеше әдемі болады. Неке дайын болды. Жабардан алдым, осындай ақ желкенімізді салып, бір араластырып, қайнатып алған соң, осылай банкамызды стерилизациядан өткізіп жауа береміз. Соңында 2-3 тамшы уксус тамызып банкамызға жауа береміз. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта менің рецепттерімді өткізіп алмас үшін.